Ой, көп қапады. Кетпей дауындаш. Еліміздің ең шығысында орналасқан ауылға келдім. Мұнда күн сәулесі бірінші болып түседі. Бұл жақтан қарасаң, бүкіл Қазақстан батыс болып саналады. Вау, байлық күн. Мына күзден бері жерінген. Мынау ендігі жейтіндеріміз. Мынау қарынға салған майымызды осылай сақтаймыз. Қарны болады, ұлтабары болады, сонда үйені болады. Соны үрлеп, тұздап, соған сақтаймыз. Бүгін бірінші рет марал бұғыны өз көзіммен көріп тұрмын. Өте әдемі, көздері қандай мөлдіреп тұр. Қаны, мүйізі пайдалы дейді емдік мақсатта. Бір-екі бас бар, қолға үйретіп жатырмыз жаз кезінде. Мына араға туристер келген кезде мүйізі өсіп, әдемі болып тұрады ғой. Сол кезде туристерге фотоға түседі. Қаладан келгендер енді марал көрмеген, телевизордан көріп жүргендер. Қараңыздаршы, мына қардың қалыңдығына төмпешік болып жатыр. Ай сайын бір кісіге 2000-нан деген қор бар. Мысал үшін үйленген жастарға сол қордан алып 100 000 береді. Енді сол жастардан бала болып жатса, енді бірінші памперсін алса да деп 100 000 береді. Енді о да көмек. Алыстан шықсын деп, балаларына апарып беріңдер, жолдастарына апарып беріңдер. Шын, барыңдар. Дүкенге кіріп едік. Сауданың артынан құрт ұстап жүрген.